Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге қойдың басын бүтін күйінде алып қалып, және де өте дәмді халадес деп аталатын суық тамақты даярлап көрсетемін. Ең алдымен қазанымызға суымызды құйып, бисмиллах деп, қойдың басын салып, 1 рет қайнатып аламыз. Қазандағы суымыз қайнаған сәтте 1-2 минуттан соң суды төгіп ауыстырамыз. Қазанымыздағы суды жаңартып, кейін тағы да қойдың басын салып, суық халадеске кішкене ет салып қайнатамыз. Қайнап көбігі шыққан кезде көбігін жақсылап тұрып алып аламыз. Көбігі бірнеше мәрте шығуы мүмкін. Көбік тарқап кетпей тұрып, сүзіп алғандарыңыз жөн. Кейін өзіңіз қалауыңыз бойынша сорпасы дәмді болу үшін халадестің картоп 2 түйір, 1 түйір пияз және сәбіз, лавр жапырағы 2, және бүтіндей қара бұрыштардың дәндерін салып қайнатамыз. Міне өздеріңіз байқағандай қойдың басы жұмсақ болып піскен сәтте қазанның астын өшіреміз. Кейін қойдың басын бас табаққа салып ұсына берсеңіздер болады. Ал сорпасын ешқандай төгіп тастамай, суық тағамның бірі халадесті даярлаймыз. Сорпадағы барлық көкөністер мен етті сүзіп алған соң, сорпаны тағы да бір 30 минут немесе 1 сағат шамасында орташа отта қайнатып, артық суын буландырып аламыз. Осы уақыт аралығында еттерді майда етіп, еті күштен өткізсеңіздер болады, немесе қолыңыздың көмегімен шашақ етіп, ажыратып бөліп аламыз. Және де төменгі жақ етін сүйектерінен мұқият ажыратып алыңыздар. Содан соң тілдің беткі ақ қыртысты қабатын жұқа етіп сылып алып тастаймыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Оңай сылынып алынады. Барлығын тазалап алған соң, оларды майда етіп турап аламыз. Кейін көкөністеріңізді өз қалауларыңызша әсемдеу үшін әдемі жапырақ, гүл пішінде етіп турасаңыздар да болады. Көкөністерді әдемі етіп турау ол сіздің өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Кейін темір сүзгіштің үстіне марлені төсеп, сорпаны 1 немесе 2 рет мөлдірлігіне байланысты сүзіп аласыздар. Мен пластик ыдыстарды пайдаланып жатырмын, ал сіздер қалаған шағын ыдыстарды пайдалансаңыздар болады. Төменгі жағына көкөністерді барынша әдемі етіп орналастырамыз. Және де еттерді үстіне салып, сорпаларды жеткенінше теңдей мөлшерге бөліп құямыз. Мұнда мен 3-ші ыдысқа қалған көкөністер мен етті салып жатырмын. Және де сорпаны үстеріне теңдей қылып құйдым. Халадестеріңізді бірдей пішінді ыдыстарды пайдаланып салғандарыңыз жөн. Сол кезде көз мөлшерімен сорпаны да теңдей бөліп саласыздар. Енді дайын болған халадестерімізді жарты күнге немесе 1 күнге тоңазытқышқа салып қоямыз. Кешкі уақытта дайын болған халадестеріміз түн бойы тоңазытқышта тұрды. Енді оған арнайы соус дайындаймыз. Қаймақты немесе майонезге 2 бас сарымсақты езіп араластырып аламыз да, халадестерімізді осы соусқа батырып жесеңіздер өте дәмді. Сарымсақты бөлек соусқа салып дайындамай, халадесті дайындау барысында сол сорпаның ішінде көкөністерге араластырып салып дайындаса да болады. Өте дәмді шығады. Міне осылайша басты да бүтін күйінде бас табаққа ұсынып, оның сорпасын еш төкпей дәмді халадес дайындауға болады.
баршаңызға ас болсын. Ас мәзірі ұнаса арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет аспаз анадан. Лүпілдеріңізді аямай, пікірлеріңізді комментария бөлімінде жазып қалдыруды ұмытпаңыздар.